Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бүгін 3 сыныптың 23 сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ауданның өлшем бірліктері. Бірінші есеп. Осы ауданға қанша тақтатас сиятынын есепте. Бірінші сурет бойынша ұзындығын санайық. Бір тақтатастың орны бар. 2, 3, 4. Сонда ұзындығы бойынша 4-еу, енді ені бойынша санайық. 1, 2, 3, 4-еу. Сонда барлығы бұл жерде 4-ке 4-ті көбейту керекпіз. Ұзындығын еніне көбейтсек, барлық тақтатастың саны шығады. Сонда барлығы 16 тақтатас сияды. Енді бұл жерде қанша тақтатас бар екендігін санап, қаншауы керек екендігін анықтайық. 1-еуі, 2-еуі, 3-еуі, 4-еуі, 5-еуі бар екен. Сонда 16-дан осы 5-еуді алып тастаймыз. Олай болса, 11 тақтатас қажет екен. Енді екінші сурет бойынша. Бірінші ұзындығы бойынша санайық. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау. Және ені бойынша 1-еу, 2-еу. Сонда 6-ны 2-ге көбейту керек. Олай болса, барлығы 12 тақтатас сияды. Қаншауы керек екендігін анықтайық. Бірінші бар тақтатастарды санаймыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8. Сонда 8-і бар, 12-ден 8-ді азайтамыз. Олай болса, 4 тақтатас қажет екен. Енді екінші есеп, фигуралардың ауданын тап. А есебі бойынша қатарды сана. Тіктөрт бұрышта, шаршыда қанша қатар бар? Әрбір қатарда неше торкөз бар? Тіктөрт бұрыштың шаршының ауданы нешеге тең? Енді бұл жерде шаршы емес, тіктөрт бұрыш беріліп тұр, себебі ұзындығы мен ені екі түрлі. Олай болса, бірінші қатарды санайық. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар және төртінші қатар. Сонда 4 қатар бар. Енді әрбір қатарда неше торкөз бар? Бір қатарды санайық. Бір қатарда 1, 2, 3, 4, 5. 5 торкөз бар. Енді ұзындығын 5 торкөз, ал енін 4 торкөз деп алып, ауданын анықтасақ болады. Сонда 5-ті 4-ке көбейтеміз, ауданы 20 торкөзге тең екен. Енді ә есебі баған бойынша есепте. Тіктөрт бұрышта шаршыда қанша баған бар? Әр бағанда қанша торкөз бар? Тіктөрт бұрыштың шаршының ауданы нешеге тең? Оның ауданының мәнін жаз және есептеуді салыстыр. Түріне қарайтын болсақ, шаршыға ұқсап тұр, ұзындығы да ені де бірдей. Енді бірінші баған бойынша санайық. Мынау қатар, осылай тұратын болса, бұл баған болады. Жаңа біз бұлай санадық, бұл қатар. Олай болса, бірінші баған, екінші баған, үшінші баған, төртінші баған және бесінші баған. 5 баған бар. Енді бір бағанда қанша торкөз бар санайық. Бір бағанда 1, 2, 3, 4, 5. 5 торкөз бар. Сонда бұл шаршы болып тұр, 5-те 5. Енді ауданын анықтайық. Ол үшін 5-ке 5-ті көбейту керек. Олай болса, барлығы 25 торкөз бар. Енді үшінші есепте 60 см квадратқа 452 см квадратты қосу керек. Сонда 512 см квадрат болады. 6 метр квадратқа 8-ті көбейтейік.
Сонда 48 метр квадрат болады. 21 дециметр квадратты 7-ге бөлейік. 3 дециметр квадрат болады. 800 метр квадраттан 535 метр квадратты азайтамыз. Сонда 265 метр квадрат болады. Енді төртінші есепті өрнек түрінде жазып, оны шығар. А нұсқасы АВ кесіндісінің ұзындығы 6 сантиметр. Міне, бұл АВ кесіндісі. Ал СД кесіндісінің ұзындығы 18 сантиметр. Мынау бізде СД кесіндісі. Біреуі екіншісінен неше есе ұзын. Ұзын кесіндіні қысқа кесіндіге бөлеміз. Сонда 18 сантиметрді 6 сантиметрге бөлетін болсақ, 3 есе ұзын екен. Жауабы 3 есе ұзын. Енді есебі АВ кесіндісінің ұзындығы 5 сантиметр. Мынау бізде АВ кесіндісі. Ал СД кесіндісінің ұзындығы 15 сантиметр. Мынау СД кесіндісі. СД кесіндісі АВ кесіндісінен неше сантиметрге ұзын? 15 сантиметрден 5 сантиметрді азайтамыз. Сонда 10 сантиметрге ұзын екен. Жауабы 10 сантиметр ұзын. Енді бесінші есептің қысқаша жазылуын санды деректермен толықтырып, есеп құрастыр. Қызанақ 5 килограммнан 4 жәшік деп алайық. Ал қияр 4 килограммнан 6 жәшік. Барлығы қанша килограмм болады? Олай болса, бірінші қызанақты анықтайық. 5 килограммнан 4 жәшік. Сонда 5-ті 4-ке көбейтеміз. Одан кейін қиярды анықтайық. 4 килограммнан 6 жәшік. Екеуін қосатын болсақ, барлығы шығады. 5-ке 4-ті көбейтсем, 20 болады. Сонда қызанақ барлығы 20 килограмм, қияр 24 килограмм. Ал барлығы 44 килограмм болады. Жауабы барлығы 44 килограмм. Енді 6-шы есеп, жұмысшыларға суреттегі еденге төсеу үшін қанша қоңыр тақтатас қажет болды? Суреттегі еденге ше. Бірінші едендерді осылай тіктөрт бұрыштарға бөліп алайық. Себебі ауданын табу оңай болады. Енді суреті бойынша анықтайық. Өзі 2 тіктөрт бұрыш пайда болды. Мынау біріншісі, мынау екіншісі. Олай болса, біріншісі бойынша анықтайық. Сонда ұзындығы бойынша санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сонда 8 тақтатас бар екен. Енді ені бойынша санайық. Ені бойынша 1, 2, 3, 4. 4 тақтатас бар екен. Енді соның жартысы міне екінші еденді анықтайық. Сонда оны ұзындықтың екіншісі деп қоямыз. 1, 2, 3. Сонда 3 тақтатас. Ал ені бойынша 1, 2. 2 тақтатас бар. Енді аудандарын анықтайық. Біріншісін анықтайық. 8-ге 4-ті көбейтемін. Сонда 32. Тақтатас. Ал екіншісі бойынша 3-ке 2-ні көбейтемін. Сонда 6 тақтатас. Енді барлығын анықтау керек. Олай болса 32-ге 6-ны қосу керек. Сонда барлығы 38 тақтатас болады. Енді айтады, егер бір тақтатастың ауданы 1 дециметр квадрат болса, онда қоңыр тақтатас төселген әр еденнің ауданы қанша болады?
Сонда ауданы 38 дециметр квадрат болады. Енді әй есебі бойынша санайық. Біріншісінің ұзындығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сонда 9 тақтатас. Енді ені бойынша 1, 2, 3, 4. 4 тақтатас. Екінші едені бойынша 1, 2. Ені бойынша 1, 2. Енді тақтатастардың санын анықтау үшін ауданын анықтаймыз. Олай болса, бірінші С1-ді анықтайық. 9-ға 4-ті көбейтеміз. 36 тақтатас. Және екіншісі бойынша 2-ге 2-ні көбейтеміз. Сонда 4 тақтатас. Енді барлығын анықтау керек. Олай болса, 36-ға 4-ті қосамыз. Сонда екінші еденге барлығы 40 тақтатас қажет екен. Олай болса, ауданы 40 дециметр квадрат болады. Енді жетінші есепте салыстыр. 3 метр квадратты 6-ға көбейтейік. Сонда 18 метр квадрат болады. 25 метр квадраттан 7 метр квадратты азайтайық. Тағы да 18 метр квадрат болады. Сонда бұл салыстыру тең болады екен. Екінші, 96 метр квадраттан 28 метр квадратты азайтамыз. Сонда 68 метр квадрат болады. 35 метр квадратты 7-ге бөлсем, 5 метр квадрат болады. Сонда 68 метр квадрат үлкен болады. Енді 56 метр квадратқа 34 метр квадратты қосамын. Сонда 90 метр квадрат болады. 9 метр квадратқа 5-ті көбейтемін. 45 метр квадрат болады. Сонда 90 метр квадрат үлкен болады. Енді 18 метр квадратты 2-ге бөлемін. Сонда 9 метр квадрат болады. 9 метр квадратты 3-ге көбейтемін. 27 метр квадрат болады. Сонда 27 метр квадрат үлкен болады. Енді 8-ші есеп, әрбір гүлзардың периметрін тап. Гүл өсіруші әрбір гүлзарды қоршағысы келді, ол үшін ұзындығы қандай қоршау даярлау керек. Бұл жерде 2 гүлзар бар, мынау біріншісі, ал мынау екіншісі. Бірінші гүлзардың 2 жерінде гүл өсіріліп тұр. Сонда 2 жерді қоршау керек біз. Мынау біріншісі, ал мынау екіншісі. Ұзындығын А деп алайық. Ал енін В деп алайық. Периметрдің формуласы. Осы ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейту керек. Олай болса, біріншісінде ұзындығы 4 метр болып тұр. Міне 4 метр. Ал ені бойынша 2 метрге тең болып тұр. Олай болса, периметрін анықтайық. П1 болады. Сонда А1-ге В1-ді қосамын, бірден қоя берейік. 4 метрге 2 метрді қосамын да 2-ге көбейтемін. Сонда 6-ны 2-ге көбейтемін, 12 метр болады. Енді екіншісінде оны А2 деп алайық. Ұзындығы 6 метр, ені бойынша 2 метр. Енді периметрін анықтайық. Сонда 6-ға 2-ні қосып, оны 2-ге көбейту керек. 8-ді 2-ге көбейтемін, 16 метр болады. Енді барлығы қанша қоршау керек екендігін анықтау үшін 2 периметрді бір-біріне қосу керек. 12 метрге 16 метрді қосамын. Сонда
барлығы 28 метр қоршау қажет екен. Енді жанына екінші гүлзар бойынша анықтайық. Бұл жерде де екі қоршау жасау керек. Мынау біріншісі, мынау екіншісі. Енді біріншісі бойынша анықтайық. Сонда А1. А1 бізде 3 метр болып тұр. Ал В1 5 метр болып тұр. Сонда периметрін анықтаймыз. 3 метрге 5 метрді қосамын, оны 2-ге көбейтемін. Сонда 8-ді 2-ге көбейтемін, 16 метр болады. Енді екінші қоршауы бойынша А2. А2 3 метрге тең. Ал В2 3 метрге тең. Енді периметрін анықтайық. Сонда 3 метрге 3 метрді қосамын, оған 2-ні көбейтемін. Сонда 6-ға 2-ні көбейтсем 12 метр болады. Енді барлық қоршауды анықтау үшін екеуін қосамын. 16 метрге 12 метрді қосамын. Сонда 28 метр болады. Олай болса 28 метрлік қоршау қажет екен. Енді 9-шы есептемей әрбір бағандағы өрнектердің мәні бірдей деп айтуға бола ма? Иә, болады. Себебі 4-ге 7-ні көбейтсек те, 7-ге 4-ті көбейтсек те, олардың мәні өзгермейді. Сонда екеуін бір-біріне көбейтсек 28 болады. 28-ге 28-ті қоссақ, екеуінде де 28 қосылып тұр, сонда 56 болады. Екіншісінде де тура сондай 3-ті 7-ге көбейтсек те, 7-ге 3-ті көбейтсек те, олардың мәні өзгермейді. Сонда 21 болады. Оған екеуінде де 3-ті қосып жатырмыз, екеуінде де 15-ті қосып жатырмыз. Сонда 21-ге 3-ті қоссам 24, оған 15-ті қоссам 39 болады. Олай болса қорытынды көбейткіштердің орнын ауыстырғанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.